Баршаңызға қайырлы күн. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге номері 5-ші диеталық түскі ас мәзірін ұсынамын. Бұл диета созылмалы холецистит, өт тас ауруы, бауыр циррозы, гепатит, токсикоз, асқазан ішек жолдары, өт қабын алдырғаннан кейін 14-17 күнге арналған диета. Ол үшін бізге асқабақ, кабачки, брокколи қажет. Және брокколимізді ас содасымен 15 минут жуып аламыз. Асқабағымыз бен кабачкимізді 4 бұрыштап, жақсылап турап аламыз. Және ыдысымызға 700 мл су құямыз. Оның үстіне асқабағымызды салып, шамамен 10 минуттай бұқтырамыз. Асқабағымыз піскеннен кейін оның үстіне брокколимізді саламыз. Және барлығын шамамен 3 минуттай қайнатып аламыз. Содан кейін кабачкимізді салып, барлығын 4 минуттай қайнатамыз. Міне біздің сорпамыз осылай қайнады. Сорпамыз піскеннен кейін 600 мл суымызды бөлек ыдысқа құйып алып, түбіне 100 мл су қалдырып, блендердің көмегімен пюремізді дайындаймыз. Міне біздің дәрумендерге бай пюреміз дайын болды. Осы аралықта біз сухаримізді дайындаймыз. Ол үшін бізге нан қажет болады. Нанымызды 3 бөлікке бөліп аламыз. Және 4 бұрыштап тураймыз. Ыдысымызға орналастырып, 180 градус пеште сухаримізді 10 минуттай пісіріп аламыз. Біздің сухариміз дайын. Дәрумендерге бай пюреміз дайын болды. Оның үстіне сухари қосып, әсемдік үшін кинза қоямыз. Достар, видео ұнаған болса, менің каналыма тіркеліп кетіңіздер.